Так, Range Rover мен Land Cruiser'дың жаңа дегенде бірі білсе, бірі білмес, қандай екеуі туысқан болып шығады, ата бабасы бір болып шығады. Қандай бұлар екеуі қалай туысқан? Біз қазақ енді шежірені, жеті атаны, ұруды шұқыланып қалған халықпыз ғой. Соны білмегендерге айтып кетейін. Мына Range Rover 2006 бұл және крузактың сотканың құрдасы. Ал енді бұлар қалай бір-біріне туысқан болады десеңдер, қазір айтып кетемін. Так, жаңа дегенде бұл Range Rover немеден шыққан, Land Rover'ден шыққан. Land Rover'ың аржан Rover'ден шыққан. Сол Rover'ың жаңа дегенде американский джип Вильнюс деген болған. Американский джиптен содан бастау алады. Ал енді Toyota Land Cruiser'ың сол жаңа дегенде американский джип Вильнюстен бастау алады. Сондықтан жаңа дегенде бұлар екеуі қалай туысқан болады десеңдер, Range Rover мен Land Cruiser екеуі ағайынды, бір атаның балдары. Білмегендер құлақтарыңа алтын сырға. Так что міне солай. Ал бұның құрдасы жаңа дегенде крузак сотка. Крузак соткамен салыстырған кезінде мынау 4x4 Jaguar моторда 320 аттың күші, 4x2-сінде Jaguar моторда компрессорде 400-ге жақындау аттың күші. Және де Land Cruiser соткада енді далбаса болып қалайын деп тұр, оның аттың күшін айтайын ба айтпайын ба, 235 аттың күші болды, айтасыңызшы жарайды. Ары қарай өздерің ойлана бердіңдер. Так что екеуі ағайынды, бір атаның балдары. Біз қазақ ата, шежіре, ру. Енді біз есімде барда бала кезімізде ойнап жүрсең шалдар шақырып алады, елің қай ел деп миыңді жеп сұрап жатады ғой. Біз енді сондай шалдардың қатарына жақындап баратырмыз. Енді біз машинаның жеті атасын шұқыланып. Енді кезіндегі шалдар адам атадан бастап, Нұх пайғамбардан бастап дегендей шежіреңді айтып беретін болса, біз қазіргі современный мужиктеріміз ғой, машинаның жеті атасын айтып бере аламыз. Руға бөлінгенің пайдасы бар, и жаман жағы да бар. Пайдасы жағын айтып кетейін. Пайда жағы енді қазақтың екінің бірі батыр болады, қаның тазалығының арқасында. Өйткені алыстан үйленеді, сол жағынан пайдасы бар. Ал енді жаман жағы, ол жаңа дегенде билік басты біреу жетсе, соның рулары бірін-бірін тартып кетеді. Сондай жаман жағынан пайдаланатын жағы да бар, жақсы жағы да бар оның. Оны вообще мүлдем жаман руға бөліну деген жаман деп оны айта алмаймыз. Оны біздің дәстүріміз, ата-бабамыздан келе жатқан сондай дәстүр, ол традиция, ол ешкім өзгерте алмайды. Ол қанымызға сіңіп кеткен нәрсе, ол сүйекке сіңіп кеткен нәрсе. Ол қазақ ешоқта ұруды ұмытпайды. Біреулер жүр ғой қазір, ұруды ұмытуымыз керек, біз общий қазақ болуымыз керек. Жоқ, ол әркімнің өзінің паспорты, ол кезде паспорт жоқ кезде ұру паспорт болған. Соның арқасында қазақтың қаны таза болған. Сол қаның тазалығының арқасында соншама жерге ие болған. Екінің бірі батыр болған. Ол қаның тазалығын қадағалау деген сөз ғой, жеті ата. Енді бірақ жаңа дегенде саяхатшы, анау Саят деген жігіт па, көрдім соны передачаларын, кейде анда-санда қол бос болған кезде көрем. Жалғыз жолаушы ма, передача есіме шықпаса. Сол жаңа дегенде Пакистанның қазақтарын көрсетті ғой деймін. Олар жеті атаны білмейді екен міне. Ондай қазақтар да бар екен. Енді оларда басқа ұлтқа шықпау үшін жаңа дегенде өз аралы, жаңа дегенде мына арабтар ұқсақты, жаңа дегенде мұсылмандардың басқа ұлттар ұқсақты, жаңа дегенде нағашыларына ма үйлене береді, двоюродный, троюродныйларға ше. Әке жағына үйленбейді, бірақ жаңа дегенде шеше жағына үйлене беретіндер. Ондай да қазақтар да бар екен. Так что анау атеистер көп қыртпасын. Нағашыңды аласың ба, алмайсың ба деп қыртатын атеистер бар. Мұсылмандарға тиісіп ше. Ондай қазақтарың да бар, жоқ емес. Амал жоқтан Пакистандағы қазақтарың сөйтіп олар жеті атаны білмей, кәдімгідей нағашыларына үйлене береді. Ондай қазақтар да бар. Енді оларда выбор жоқ, амал жоқ. Амал жоқ болғаннан кейін олар жеті атаға қарамай, сол жердегі жергілікті мұсылманша енді жеті жарғының өзін шариат бойынша оны заңдастырғанда, что
егерде жеті жарғы мен жаңа дегенде аналардың атеистерді не қылатын болса, талай атеисттің басы кетейін деп тұр, сол заңмен өмір сүретін болсақ. Так что атеисттер ауыздарың назамок, бір жерлерін қысып жүріңдер. Ол біз мына жерде керіле береміз, елімізде жүргеннен кейін ше, там жеті ата, ру деп ше, ана амал жоқ, қазақтарда бар. Амал жоқ, өз руының нағашыларына үйлене беретіндер, амал жоқ. Өйткені басқа ұлтқа шығып кетпесін дейді да. Сол өздерінің туысқандарының арасында үйленетіндер де бар. Ол былай да қарасаң шариғат бойынша запрет жоқ, былай қарасаң да запрет жоқ. Енді бізге мына осы жерге ие болып қалу үшін бізге ата-бабаларымыз осы заңды заңдастырып кетті. Ол да шариғатқа қайшы емес. Анау да нағашыларға двоюродный, троюродныйлар нағашыларда үйлене беру, ол да запрет емес. Мұсылманның көзқарасымен. Енді бізге выгоднее мынау біздің енді суровый климат қой, қысымыз қатты, жазымыз енді болады, шыдауға болады. Андай 50 градус, 60 градус емес қой бізде. Бірақ енді қысымыз бізде суровый, қатты суық болады. Сондықтан осы жерге ие болу үшін бізге жеті ата дұрысырақ болғаннан кейін ата-бабамыз соны таңдап кетті да. Жеті ата барып асып барып үйлену керек екен. Сондықтан былай да қарасаң ешқандай запрет жоқ. Сондықтан бірақ біз өзіміздің жергілікті елімізде жүргеннен кейін жеті атаға бізге жақынырақ болады. Амал жоқ қазақтар енді амал жоқ әрекетін істейді. Сондықтан атеистерге айтарым, көп қыртпаңдар. Так что солай. Ал енді машинаның жеті атасын, шежіресін айтып бердім. Range Rover мен Land Cruiser'дың қандай туысқандық ата-бабалары жолын айтып бердім. Сонда екеуі туысқан. Енді ары қарай өздерің таңдайсыңдар. Land Cruiser таңдайсыңдар ма, Range Rover таңдайсыңдар ма, өздерің таңдаңдар.